Армысыздар, менің YouTube тыңдармандарым. Бүгін сіздерге тор деп аталатын жаңа әңгімені баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Сейітқазы түс кезінде азырақ мызғып алмақ болып, жұмыс бөлмесіндегі ескі темір төсекке жантая кеткен. Тор сетке төмен түсіп созылып кеткендіктен амалсыз шалқалай жатты. Сол сәт қабырғаның төбеге тірелген тұсындағы өрмекшінің торына көзі түсті. Әдемілеп тоқылған. Осындай өрмек өретін үшін өрмекші атанған шығар. Өз алдына бір жаңалық ашқандай таңдана қарады. 4-5 шыбын ызылдап ұшып қонып жүрген. Мыналар көз шырымын алғызар ма екен дегенше болған жоқ. Тура көз алдында біреуі торға барып шырмалып қалды. Басына төнген қауіп-қатерді сезді ме? Жан ұшыра жұлқынды. Құтыла алмады. Не құдіреті бар екен? Дәуде болса желім тәрізді жабысқақ бірдеңе бар-ау. Дүниенің біз білмейтін құпия сыры көп қой, шіркін деп ойлады. Тордың шет жағында тымпиып отырған құртақандай өрмекші жалма-жан шыбынға қарай жорғалай жөнелді. Қимылы шапшаң, лыпыл қағып шыбынның үстінен әрлі-берлі жүріп өтті. Жібек жіптерімен орап, байлап, матап жатқан сияқты. Енді құтыла алмас, жәукемдей берсем болды дегендей арт жағына жармаса кетті. Жан тәтті ғой шіркін, шыбын жаны шыға жанталасты, бірақ еш қайран болмады. Қимылы біртіндеп бәсеңдей берді. Кейбір өрмекшілер улы болады деуші еді, шырқыратып шықтау. Өрмекші тас кенеше жабысып алған. Шыбынды тырп еткізер емес. Қан сөлін сорып жатыр ма екен деді күрсініп. Ой құдірет-ай, құйтақандай жәндіктің істеп жүргенін қарашы. Шыбынның әлі құрыды ма, әлде жоқ кеудесіне жаны шығып кетті ме, әйтеуір мүлде қимыл қозғалыссыз қалды. Соны байқаған өрмекші көткеншектей беріп кері бұрылды да жөніне жөней берді. Қас қақпай қарап жатқан көзі талып кетті. Тас жұмып сыртынан сұқ саусағымен жаймен уқалап жіберіп қайта сұқтанды. Шыбын қыбыр етпестен салбырап тұр. Өрмекші үшті-күйлі жоқ. Сол маңайдың бәрін көзбен шолып шықты. Қайда кеткен белгісіз, зым-зия жоғалған. Аңтарыла басын көтеріп тіктеліп отырды. Жын ба, шайтан ба? Өз көзіне өзі сенбей телміріп ұзақ қарады. Бірақ өрмекші көріне қоймады. Кейбір өрмекшілер секіреді деген сөзді құлағы шалған. Үстіне қарғып түскенде денесі тітіркеніп кетті. Сол мезет желкесі жыбырлап қоя берді. Жалма-жан сол тұсты оң алақанымен сарт еткізді. Сеспе қатқан шығар бәлем деп сипалап көріп еді, қолына ештеңе іліне де қоймады. Аң-таң. Тұла бойы тұтас қышынып кетті. Әсіресе басы дуылдап әкетіп барады. Қос қолмен қасына бастады. Осы бір жайсыздықтан құтылу үшін орнынан атып тұрып шығар есікке қарай беттеді. Табалдырықтан аттай бере, қос қолын жоғары көтеріп кеудесін кере керілді. Күн қағып тотыққан жүзін салқын самал аймалады. Үсті басын қасынып тұрып тордағы хайуанаттарға көз салды. Қасқырлар темір тордың ішінде жандарын қоярға жер таппай, арлы-берлі арпалысып жүр. Бойларын ашу-ыза кернеген. Көздері шоқтай жанып жалын атады. Қызық көріп тамашалап жүрген жандарға тістерін ақситып, ырылдап айбат шегеді. Еркіндікте шалқып тасып жүргендер тордағы мұңқылықтардың жай күйін қайдан түсінсін, келеке қылып мазақ етеді. Әсіресе балалар мәз-мейрам, біреуге қайғы, біреуге күлкі деген осы шығар. Терең ойға сүңгіп кетті. Көз алдынан өткен күннің елесі көшіп кетті. Алматы зоотехникалық мал дәрігерлік институтын бітіре сала, осы хайуанаттар бағына ветеринар дәрігер болып орналасқан. Зымыраған уақыт-ай, содан бері аттай 30 жыл өте шығыпты. Ол кезде тепсі темір үзетін бозбала еді. Қазір күш қайраты қайта бастаған жігіт ағасы. Әкімшілік ғимаратына көз тікті. Алғаш жұмыс іздеп келген күні ойына оралды. Сол кездегі директор Еркінбай Жұмағұлов ашық жарқын қабылдап, әңгіме арасында хайуанаттар бағында жұмыс істеудің қиын екенін түсіндіріп баққан. Қиындыққа шыдайсың ба деді сынай қарап. Әр кәсіптің өз қиыншылығы бар ғой деген ойланып та жатпастан. Жабайы жан-жануарлармен жұмыс істеу оңай емес деді. Жөткірініп қорықпайсың ба? Қорқатын несі бар? Сенімді түрде тіл қатты. Бізде жұмыс көп, бірақ айлық аз. Директор бәрін бірден шешіп алғысы келген сыңайлы. Ақша маңызды емес деп қойып қалған. Мақсаты қалайда жұмысқа тұру болатын. Не десе де тартынайын деп тұрған жоқ. Енді не маңызды? Таңдаған мамандығым бойынша жұмыс істеп, сүйікті кәсібіммен айналысу. Бәрекелді батырым, бізге дәл өзіңдей қызметкер керек. Бақ басшысы бұның жауаптарына риза болып, бірден қызметке қабылдаған. Содан бері осы хайуанаттар бағында жемісті еңбек етіп келеді. Дегенмен айлығы шайлығына жетпей қиналып қалатын кездері жалақысы көптеу жұмысқа ауысып кеткісі келетін. Бірақ жанына жайлы, жылы орнын суытқысы келмеген.
Еркінбай Жұмағұлов қақ-соқпен ісі жоқ, өз ісіне адал, жауапкершілігі мен тәжірибесі мол жан еді. Адам баласын алаламайтын, кіммен болсын сыпайы қарым-қатынас жасап, тіл табыса білетін. Не нәрсені болсын орнымен істейтін. Жұмыста кемшілік бола қалса, кінәлілерді жерден алып, жерге салып қатаң жазалайтын. Бірақ жақсысы ашуы тез қайтатын. Кек сақтамайтын. Біреудің артына түскенін, қудалағанын, себепсізден себепсіз жұмыстан қуғанын көрген емес. Хайуанаттар бағының тыныс тіршілігін жіті қадағалап, қатаң бақылауда ұстайтын. Өзі де тыным таппайтын, қарамағындағыларға да тыныштық бермейтін, ісіне шын берілген қызметкерлерді жақсы көретін, үнемі қолдап, қуаттап, мақтап отыратын, ал кегежелері кейін тартып тұратындарды жақтырмайтын. Бақтың тазалығына ерекше көңіл бөлетін, соны білетін жұмысшылар торлардың іші сырты мұнтаздай ғып қоятын. Хайуанаттарға да әркез жанашырлық танытып, қамқор болып жүретін. Әрқайсына басыңмен жауап бересің дейтін, мойнына жауапкершілік жүгін салмақтап салып. Содан кейін жаны қалама, аяғының ұшымен жүгіріп қызмет қылатын. Әр хайуанаттың хал жағдайын көзімен көріп, қатаң бақылап жүретін. Сәл ауыра қалса жаны салып емдеп, домдап алатын. Әбден қартайып, жасы жеткендері болмаса, өлім-жітім тым көп болмайтын. Қаланың жаңадан тағайындалған әкімі осындай тәжірибелі басшыны бір-ақ күнде қызметінен алып, орнына өзінің бала кезгі досының Жантөре есімді 30 жасар ұлын қойды. Бұл салада бір күнде істемеген, мамандығы да мүлде сәйкес келмейді. Осынысымен қоймай өзі бір есерсоқ жігіт екен. Келе сала жұмысшылардың басын әңгір таяқ ойнатып, қырғи тигендей қылды. Істің жөнін, шаруаның жайын айтқандарға көзін бақшитып тұрып, көресіні көрсетем, қарам жоям деп қоқан-лоққы жасайды. Талай тәжірибелі қызметкерді болмашы нәрсеге бола жұмыстан қуып жіберді. Орнына тамыр танысын алды. Көпшілігінің ата-тектері де бірдей, орынбасарлыққа немере інісін тағайындады. Сыр сымбаты келіскен сұлу бойжеткенді бас есепші қылып қойды. Білетіндер оны нақсүйері десіп жүр. Жаны бар сөз сияқты жұмыс уақытында да машинасына отырғызып алып кетіп бара жатады. Жаңа келгендердің ешқайсының бұл салада тәжірибелері де, арнаулы білімдері де жоқ. Бақ иесіз қалғандай күй кешіп, жұмысы қожырай бастады. Торлардың іші боқ-сідікке толып, ылынып, былығып, сасып жатты. Соның кесірінен жан-жануарлар бірінен кейін бірі жұқпалы ауруға шалдығып, өлім-жітім көбейді. Бұрынғы директор да, орынбасары да, хатшы да, есепшісі де мейірімді, қайырымды жандар еді. Ынтымағы жарасқан айрандай үйіп отырған ұжым болатын. Ал қазір сүттей еріп кете бастаған. Басшы қандай болса, айналадағысындар да сондай болады екен ғой. Ұры болса ұры, зәлім болса зәлім. Зымиян болса зымиян, маңайына өзіне ұқсайтындарды жинайтын көрінеді. Жоқ әлде айналасындағылар басшыға қарап бой түзей ме? Әйтеуір түсіну қиын. Қай жерінде дамуы мен кері кетуі бірінші басшыға тікелей байланысты екен ғой. Ақылды басшы алдыға оздырады, ал ақымақ бордай тоздырады екен деп ойлады. Кейінгі кездері жұмыр басты әр пендені мінез-құлқы мен іс-әрекетіне қарай хайуанаттармен салыстыратын әдет тапты. Ойлап қараса, бақ қызметкерлері де адам кейпіндегі жан-жануарларға айналып бара жатқандай. Директордың кабинетіне кірсе ашулы арыстанмен бетпе-бет қалғандай сезім күйін кешеді. Тіпті бастықтың өзімен бірге ертіп келген хатшысының өзі тап бір төрткүл дүниенің тұтқасын жалғыз өзі ұстап тұрған тәмпіш мұрын шүйіріп кердең қағады. Оны көрсе көз алдына сумаңдаған сұр жылан елестеп кетеді. Кеше қалта телефонына қоңырау шалып, «Қайда жүрсің, тез жет» деп дауыс көтеріп, әй бір жын ұстаған-ай. Сонда да жаны нәзік қыз бала екенін ескеріп, «Әкеңдей адаммын, жөндеп сөйлессеңші айналайын» деген сабырлы қалпын сақтап. Қыздың қояр түгі жоқ, одан сайын өршеленіп, «Әкемнен садаға кет, тезірек жет деп тұрмын ғой мен саған» деді шаң-шең кетіп. Шыдамы сыр берді. Әкесіне сыдыртып сыбап алды. Көзінің жасын көл қылып, үстіне шағым жасапты. Директор шақырып алып дүрсе қоя берді. «Айтқанды ұғар емес, қыз баланы боқтауға қалай аузың барды?» деп аузынан ақ ет кіріп көк ет шықты. Айтар сөзімен орнын білсін, деді өзінікін дәлелдемекші болып. «Мен бастықпын, сен кімсің?» дегендей бет қаратар емес. «Шақыртқан мен», деді кеудесін ұрғылап. «Неге келмейсің? Сізді бастық шақырып жатыр десе болды ғой. Қайда жүрсің? Тез кел» деп жер-жебірме жетпей-ақ. Директор қарындасына ескерту жасағанның орнына бұған кәрін төрге зіркілдеді. «Істегің келмесе жолың ашық, кете бер» деді түкірігі шашырап.
екеуара әңгіменің дәл осылай өрбитінін сезсе де қапелімде не айтарын білмей үнсіз құтылған. Осыдан кейін-ақ басшылық қыр соңына түсіп алды. Директордың орынбасары тіптен шектен шығып кетті. Баласынан да кіші жап-жас жігіт үлкенді сыйлау дегенді білмейді. Жер тіреп тұрғандай кеудесін шалқақ ұстап кесек сөйлейді. Ананы бір, мынаны бір сылтауратып, көпе-көрнеу түртпектейтін болды. Шибөрідей шақ-шақ етіп тыныштық бермейді. Бірінші бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.